Сәлеметсіздер ма? Ана тілінен бірінші сыныптың 7-ші сабағы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Бұл ашық сабақ. Алдымен жағында ахуал орнатамыз. Біз қандаймыз? Қимылмен жасайды, жаңа жауған қардаймыз. Ақпыз, пәкпіз, тазамыз, біз білімді баламыз. Балалар, негізі бірінші сыныпта үй жұмысы берілмейді, бірақ енді өткен сабақты бекіту деген бар. Сол бойынша бекітсеңіз болады. Өткен сабақта біз не өттік? Соқпақ деген әңгімені үйге оқуға бергенмін. Оқыдық па? Иә дейді ғой. Ендеше канеки фотоаппарат әдісі бойынша суретке түсіру арқылы біз қайталап шығайық. Енді қараңыздар. Әкесі мен баласы қайда келе жатты? Мана мәтіннің ішінде бар ғой барлық. Әкесі мен баласы мектепке келе жатты. Енді мына жерде бала таппай жатса, мына көмек дегенді басасыз. Яғни балалар оқитын мекеме, подсказка береді. Сосын жауабын білу үшін мына крокодилдің астында қызыл кнопка бар ғой. Сол ұяшықты басасыз. Мектепке келесіз. Бала қалай қарай жүрді? Қыста не жауады? Қарға қарай жүрді. Келесіз. Бала қарды не істеді? Көмекті егер білсе, балалар бірден көмекті баспасаңыз болады. Он болады. Көмек дегенде қарды текстеу не деп аталады деген ғой. Ары қарай. Қайтар жолда бала ізін тапты ма? Таппады. Мына жерге көп сөз сыймайды екен. Сондықтан тек қысқа ғана жауап жазып қойдым. Адамдар жүрген жолмен не жасалыпты? Тапталған текстелген жол қалай аталады? Соқпақ. Келесі. Әкесі балаға қалай қарады? Риза болғандағы қараған. Сүйсіне қарады. Өте жақсы. Өткен сабақты жақсы меңгерген екенбіз. Енді жаңа тақырыпты былай болжайды, яғни ашады. Балалар, канеки, жұмбақ шешейікші. Қыста ғана болады, тұтасаң қолың тоңады. Бұл не? Қар дейді. Дұрыс-ақ. Тікен, тік біткен, қысы жазы бір түсте. Осы тік пісте деген сөз сияқты да. Тікен, тік біткен, қысы жазы бір түсте. Бұл шырша. Дұрыс-ақ. Басқан сайын бір әріп ашылып тұр, көріп тұрмыз ба? Көлдің беті көк әйнек, сырған ауға тым айбат. Бұл не? Мұз. Яғни жұмбақтың жауаптары қар, шырша, мұз. Бұлар қай мезгілде болады? Қыс мезгілде. Бүгін біз сонда қыс деген мәтінді өтетін боламыз. Ал балалар, қалай ойлайсыңдар? Неліктен мына қ мен с көк дөңгелектің ішінде орналасқан, ал қызыл дөңгелектің ішінде орналасқан? Балалар енді айту керек, сыни тұрғыдан ойлап. Мына қ мен с дауыссыз дыбыс, ал дауысты деп табу керек. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дауысты және дауыссыз дыбыстар. Осылай тақырыпты ашасыңдар, мақсатымен. Енді балалар мақсатын бірінші сыныпта білмейді ғой. Қысқа да нұсқа оқып шығыңыздар мақсатын. Бүгінгі сабақта оқу түрлерін буындап оқимыз, тұтас оқимыз, қысқа да нұсқа. Бүгінгі сабақта буындап, тұтас, мәнерлеп, түсініп оқимыз және де көшіріп жазамыз. Сосын дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратамыз. Сабағымыздың мақсаты сол деп қысқаша айттым. Балалар, канеки, оқулықтың 113 бетінде, 113 деп, 13 бетінде мына кесте бар, көріп тұрмыз ба? Ереже, дыбыстар емлесі. Сол бойынша дыбыстарды қайталайық. Дауысты дыбыстар қайсылар? Оқытып шығасыз, а деп та. Дауысты дыбыстар енді ұзақ қой, сондықтан оқымай-ақ қойсын. Тек дауысты дыбыстарды оқи қойсын. Олар қандай әріппен белгіленеді? Қандай түспен? Қызыл. Дауысты дыбыстар қандай түспен? Көк түс. Ендеше канеки, әжемнің сандығы атты ойын ойнайық. Біз мына әжейге мына өрмектер тоқыған өрмек жіптерін мына сандықтарға салып көмектесейік. Енді балалар сенсорлы тақта болса басып орналастырады. Үстін баса өзі салынады. Тек айтып тұру керек қой. Дауысты, дауысты, дауыссыз, дауыссыз, бірте дауысты, дауысты, дауысты. Мінеки, дауысты, дауысты, дауыссыз. Өстіп бәрін не істеп шығады? Орналастырып шығады. Қалауыңызға қарай. Көрдік па, қайталадық па, барлығын шығарып тұруға уақыт жоқ деп, осылай бірінен соң бірін тек бастырып тез-тез айтқызсаңыз болады. Көрдік. Өте жақсы балалар, әжейге өрнек жібін сандықтарына салуға көмектестік. Келесі оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықпен жұмыс жасап, қыс мәтінін оқып шығайық. Оқымас бұрын бар ғой, оқымас бұрын. Балалар, бұл қыс мәтіні Міржақып Дулатовтікі. Мына жерде қыстың бейнесі тұр ғой, бұл жасанды интеллект бойынша жаңағы Міржақып Дулатовтың аудио жазбасы. Балалар, бұл сөйлеген Міржақып Дулатов. Енді көрдіңдер ма? Енді балаларға оқытасыз, шынжырлай оқытасыз, кезектесіп оқытасыз. Әр балаға бір сөйлемнен оқытасыз ба? Әйтеуір оқушыларыңыздың қабілетіне қарай оқытып шығасыз. Балалар сөйлемнің мәтіннің ішінде бапсыз деген сөз бар екен, жайсыз, қолайсыз деген мағынаны білдіреді. Ал енді мына жақта дискриптор тұр ғой, бірінші сұраққа жауап береді. Қыста орманда, өзен, көлде қандай өзгеріс болады? Айтады ғой, орман ішінде құстар көрінбейді, үй хайуанаттарына да жайсыз, бәрін айтады үшін. Басқа аңдар туралы не білесің? Не біледі, сол туралы айтып шығады. Осыны талдайды үшін. Енді мына жасанды интеллектіңіз айтпай жатса, айту керек, барлық слайдтың бетінен айтады. Айтпай жатса, мына жерде бөлек видеосын жіберемін. Соны айтқызасыз. Жаңағы мәтіннің оқылуы ғой бұл. Енді келесі тапсырма. Балалар, енді жеке жұмыс жасаймыз. Жаңа ұжымдық жасадық қой. Бірінші сыныпта бір жақсы критериалдық бағалау деген сондай мыжыңның заттар жоқ. Сондықтан оңайда тапсырманы орындап кете бересің. Бірақ сабақтың ортасында, сабақтың басында болсын, әр тапсырманы орындау барысында мынандай бағалау түрлерін орындату керексің. Мадақтау, жарайсың, тамаша, мынау қамыржысы, тамаша, сосын мынандай от шашу, шапалақтап от шашу жасайды ғой. Сосын мынандай мынау бағалау, комментарий арқылы бағалау, мұның да көрнекілігін беремін. Мына жерде әртүрлі сен кереметсің, тағы бірдеңесің деген жазулар бар.
осы арқылы бағалап отырасыз. Ары қарай екінші тапсырмада кәнекей балалар қандай сөздер берілген екен, алдымен тапсырманы орындамас бұрын айтпақшы, мына көркем жаздырасыңыз т. Егер сізде осындай көркем жазу дәптері болса, содан бірден жаздырасыз ғой. Ал егер кімде көркем жазу жоқ, тек 12 беттік дәптерге орындатамыз десеңіз, алдын ала мына д әрпін әр балаға жазып, числоны жазғызып дайындатып қойыңдар. Әйтпесе үлгермейсіңдер, бірінші сыныптың балалары жай жазады. Енді екінші жаттығуды мына жерге орындау керек қой. Сенсорлы тақта болса, мына сөздерді мына жерге жаздырың. Сенсорлы тақта болмаса, кәдімгі жасыл тақтаға бормен жазғызың. Енді қараңыздар, мына жерде дескриптор бойынша тиісті әріптерді қойып жазады. Балалар, кәнекей, қарайық. Бірінші сөзде қандай әріп жоқ? Өзен жазады. Келесі бір білеп жазады олар. Мына жерде күн қандай әріп болады? Дауысты ма, дауыссыз ба? Қысты күні дегенде киім дегенде и. Және мынандай сұрақ бар. Сөздердегі дыбыстардың қайсысы дауысты екенін айт. Қызыл мен көк карандашын алып бірден сызып шықсын. Дауысты, з дауыссыз, дауысты, н дауыссыз деп осылайша сызып шықсын. Ал енді сергіту сәтін орындайық. Мына жерде боранның дауысы бар. Осылай боранның дауысын жіберіп аласыңыз да, алдымен, содан кейін боран соғар оң жақтан деп, мынандай боранмен соққан қимыл жасайды оң қолмен. Боран соғар сол жақтан деп, сол қолмен жасайды. Қар лақтырып ойнасақ, қар лақтырған қимыл жасайды. Су болады қолғаптар деп, екі қолын жоғары көтеріп айналдырады. Балалар, енді жұптық жұмыс жасаймыз. Кәнекей, қараңыздар. Бұл жұптық жұмыстың әр жұпқа біреуін бересіңіздер де, бірінші сұрақ. Бұл не, балалар? Бұл бірінші не? Қоян, жетелеп отырасыңыз ғой. Мына жерге қатесіз қоян деп екі адам жазу керек. Так, мынау екінші шырша. Мынау үшінші, мынау құс көрінбей тұр. Кітаптан қараса көрінетін шығар. Ал мынау бұл сауысқан деген құс екен. Мына жерде құс деген сөз шығу керек, балалар, деп айтасыңыз ғой. С-дан басталатын қандай құс бар? Сауысқан. Сауысқанды білмей жатса, алдын ала құстармен таныстырып өтесіңіз бір күн бұрын. Енді мына жұптық жұмысыңыз сіздің мына жерде тұр, мінекей. Осыны кәдімгі простой бетке шығарып аласыңыз. Ары қарай енді, кәнекей балалар, топтық жұмыста жасайтын кез келді. Бірінші топ былай істейді. Өрмекшінің тапсырмасын орындайды. Мыналар әр жерде шашырап отырады, соны мына мәтін бойынша орналастырады. Күндіз қоян жасырынады деген екінші, адамның өзі суықтан қорғанады, содан кейін өзенді көлді мұз жапты. Мынау бірінші сөйлем екен. Мына көкті мына жерге жапсырады ғой. Орман ішінен құстарды көре алмайсың деген екінші жапсырады. Аздап жетелеп қастарына барып көмектесіп тұрасыз ғой. Енді арасында жақсы оқитын балалар да бар шығар. Алдын ала осыған ұқсас тапсырма беріп үйретесіңіз. Топтық жұмыстың А3 форматты, А3 форматта шығарасыңыз үлкен етіп. Сонда көрнекті көрінеді. Осындай үлкен болып тұрады бұл. Ламинаттатасыңыз. Мынаны қиып аласыңыз, балалардың алдына шашып тастайсыңыз. Балалар липучкамен артына, мына жерге орталарына липучка жапсырып, артына қоя қоясыңыз ғой тек қана. Бұл бірінші топ, иә. Енді екінші топтың тапсырмасы. Құмырсқаның тапсырмасы. Өзінің атын, яғни құмырсқа деген сөзді дыбыстық талдау жасайды. Қ дауыссыз мынақа жапсырады. О дауысты мынақа жапсырады. Липучка санымен мынақа жапсырып қоясыңыз. Мыналарды бөлек-бөлек қиып аласыңыз. Екінші топтың да тапсырмасын көрсетіп жіберейін сіздерге. Кейін айтасыңыз ғой, мынау қалай еді, апай, мынау қалай еді. Мінекей, құмырсқа сөзіне дыбыстық талдау жасап, мынаны шығарып аласыңыз. Манағы айтқан, мынаны да с көрінбей, міне мына жақта екен ғой. Құмырсқа. Осыны дөңгелектерді қиып алып, липучкамен ламинаттап, мына жерлерге жапсырады ғой үшін. Өте оңай. Үшінші тапсырма. Сұрақтардың жауабын мына жерге жапсыру керек. Орман ішінен нелерді көре алмайсың? Құстарды. Мына құсты мынақа жапсырады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміретін не? Қоян. Үйіне от жағып жылы киім киетін кім? Адам. Мына жерге жапсырады. Өте оңай. Липучкамен жапсырады тоже. Үшінші топ тапсырмасы. Мыналарын қиып алады, мынаны липучкамен жапсырады. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты бекітейік. Шырша. Ол үшін мына шыршаны безендіруіміз керек. Шыршаның ойыншықтарын да беремін. Сол ойыншықтарды жаңағы мына жерге липучкалар жапсырып қоясыңыз, сосын балаларға сұрақ беріп тұрасыңыз. Балалар жауап береді. Мына шыршаны шығарып аласыңыз. Беттеріне липучканың қатты жағын жапсырасыңыз. Сосын ойыншықтары бар, қазір көрсетемін сізге. Міне шырша деп тұр папканың ішінде. А3 форматта шығарасыз, А3 форматта. Мына ойыншықтары, мына орындары, көлеңкелер дәл осы жерлерге жапсырады ғой. Енді қандай сұрақ бересіңіз? Егер А4-мен шығарам десеңіз, не екі бетке бөлінген А3 формат жоқ болса, бір ламинатқа салып, мынау дайын шыршалар, осыны қиып аласыңыз. Өшін қалағаныңызша шығарып аласыз, барлығы бар. Енді сізге айтайын. Бір сұрақ бересіңіз, жауап береді, іледі. Кім шыршаны безендіргісі келеді? Мен дейді ғой. Кәнекей, ендеше сұраққа жауап берейік. Бүгін қандай тақырыппен таныстық? Дауысты және дауыссыз дыбыстар. А қандай дыбыс? Дауысты. Т қандай дыбыс? Дауыссыз. Сөз неден құралады? Жаңағы буындардан. Сөйтіп мына жерге не істейді? Буынды немен таңбалаймыз? Әріппен. Сабақ ұнады ма? Я. Мына жерге өшім. Қай жері ұнады сабақтың? Топтық жұмыс ұнады, жұптық жұмыс ұнады. Мына шыршаны манағында етіп безендіріп шығады. Енді рефлексия ұнаса, мыналарды басады. Екі бетін қойып қойдым. Ұнамаса мынау. Түсінбесе мынау. Мүлдем ұнамаса мынау. Енді бала саны көп болып жатса, мынау. Мынаның екіншісі бар жаңағы. Міне. Мынау бірінші беті, мынау екінші бет. Өшім екі бетін қойып қойдым. Барлық балаға жетеді. Сосын манағы бағалап шығасыңыз. Осының барлығын қиып алып балаға бір-бірден тырысып едің, жасадың, сен өте қабілеттісің, жарайсың, сен данышпансың, бәрекелді, неше түрлі. Осыларды әр тапсырмадан соң. Үй тапсырма берілмейді негізінде, сонда да қойып қойдым. Керек емес болса алып тастайсыңыз. Ертең бірінші сыныпта үй жұмысы жоқ, анау-мынау деп әдіскерлер, тағы бірдеңелер қатысқан адамдар мені ұстап жүрмесін сабақтан. Алдын ала әрекет жасайсыңыз ғой. Сөйлейтін болып жатса алып тастайсыңыз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.